Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біздер мына кезекті Найзадай подкастымызда өздеріңізге белгілі Сула деген ағамыз бар. Елуден самолетсіз бар жүрген Наш боец каналдың жетекшісі Сула деген ағамыз дұрыс қой. Дидар деген сарбаз подкасты арамызда, қатарымызда жүрген жігіттердің бірі. Енді Жандарбек кинозвезда. Найзаның содан бастайықшы. 24-ші жылдың қорытындысымен үздік актер атанған Асау сериалында түскен Жандарбек Кесимов. Одан үстіне так чисто хобби андасында айналысатын матчмейкинг жұмысы. Бәрін дұрыс әдемі. Және өзім Нұрбек Қарабала, Найза лигасының президенті. Ну, реальный Қарабаласың прямо. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Орысша сөйлеген адамдарды астына боғауызбен жаза беріңіздер. Өзім мына жерде пик деп ұрып тұрамын. Орысша сөйлемейміз бүгін, Сула. Түсінің ғой? Understood. Ағылшынша да болмайды. Comprendo. Ана аптада бізде UFC өтті. Шынымен айтқанда UFC-де көргеніме ерекшелеу болды. Неге десеңіздер, бұрынғы UFC-лерді танытпай ұйқыдан тұрып қарайтын болсақ, бұл кәдімгідей біздің уақытымызға сондай сай, жақын келетін бір уақытта көрсетті. Саудияның UFC-ге өзінің қалай айтсам болады, өзінің ережесін айтқандай болды, былай қарасаң. Неге десең, UFC келісе бермейді. Абу-Дабиде қанша өткізген кезде де олар ақштың уақытына байланыстырып, енді контракт болғасын жерде сөйтіп жасайтын еді. Қазіргі таңда бұлар былай жасады. Қалай айтсам болады, жаңағы Саудияның уақытына байланысты болып жасады. Бірақ сонда да қарана нелерді боксты істегенде постоянно біреу паршасын күтеді ма, нені істейді ма, постоянно прям именно күтіп отырасың. Рекламасы бар, аны сөйлеп жатыр. Қайда? Сол именно Саудияда болғанда. ММА ма? Жоқ, бокс. Бокс енді ол бокс. Сонда кімді корольді күтіп отырады ма, қашан бастайды. Ол реклама шығар. Олар телеканалға трансляция. Ну прям 1 сағат бойы. Жоқ, солда қара. Бұларда былай, теледидардан беретін болғасын жерде, бұлардың өзінің мейн картында, прелимында уақыт белгілеп тұрады. Егер мейн карт прелим 7-те басталады десе, ол 7-те басталу керек. Оның ішінде жекпе-жек болмай қойсын, жарнама болуы мүмкін. Және де кеше мына біздің Алена мен жаңа Дидардың екеуі шығып бір азмас бір шоу өткізеді ғой, бір жауынгерлерді таныстырып, картпен таныстырып, сондай жағдай болуы мүмкін. Бірақ дегенмен эфирде сағат 7-те бұлар шығу керек. Және де екінші эфир былай болады да. Енді біздің практикамызда талай болған нәрсе ғой. 7-те жарысымыз басталды. Келесі мейн картымыз құжат бойынша теледидарда ол және 10-да басталу керек. Бірақ біздің картымыз 7-те басталған картымыз 9-да бітіп кетті. Арасы 1 сағат. Әрине міндетті түрде бұлар ерте бастап кетпейді. Неге десеңіздер, бұларда келісім шарт бойынша олар 10-да бастау керек да, мейн карты. Сондықтан олар сол 1 сағатты интервьюмен жабады, тағы да басқа бірдемелермен жабады. Шоу дейді, анау. Білмеймін, мен қарағанда вот именно сондай хабар шықты, қазір именно не үшін, тоқтатып жатыр, не үшін, ұзартып жатыр, король келмей қалды деп. Соны күтіп жатырмыз деп. Сонда сол кезде кім жекпе-жекке шыққан сол бокста? Фьюри мен жоқ. Нганну? Фьюри мен жоқ. Фьюри мен, по-моему, Фьюри жекпе-жекке шықты. Кіммен? Тайсон Фьюри мен Нганну, сосын жаңа кіммен төлесті ол? Усикпен төле болды, басқа ешкім. Уайлдер? Где-то 1 жыл бұрын сол жекпе-жек болды. Нганну, Уайлдер? 1 жыл бұрын. Уайлдермен де төлесті ма ол? Возможно. Или Джошуа. Джошуа білесіз ма? Джошуа. Бокс. Мен айтатын именно UFC-да соларға айтты. Бізде осындай расписание бар. Корольдарын келмесе, ол келмей ақ қойсын. Біз 9-да бастаймыз деп айтты. Бітті, біздің расписаниямыз бар, біз жүре береміз, Менің ойымша сол да болды. Өйткені, сол кезде каждый бойдың аралары где-то 40 минут минимум жүрді ғой. Мен ұйықтап қала жазадым мен. Бірнеше. Просто қанша уже сколько можно деп отырасың. Ойбай, орысша айтып кеттің ба? Ол чисто қазақтың сөзі. Сколько можно деген чисто қазақтың сөзі. Сен соққың жеңілдеу ғой, кішкене былай. Иығын ұрып. Мне кажется, Дидардың соққысы. Ойнап айтамын. Кеше UFC өткен кезде 11 жекпе-жек болды. Ол UFC Fight Night болып өтті. Соның ішінде енді прелимдерда енді бәрін талқыламай қойық, бірақ енді өзімізге таныс Фахриддинов башкир ма, татар ма? Ринат. Татар? Татардың Ринат деген жауынгері өте енді көзімізше өскен балалардың бірі ғой. Кеше бірақ осы
жауынгерлердің бірі. Кеше осы оның алдына жекпе-жектерін қарайтын болсаң, көбінде мерзімнен бұрын бітірген бұрынғы жекпе-жектерде. Қазір осы жекпе-жекте толық 3 раунд өтті. Не айтасың, Дидар? Осы жекпе-жек Ринатқа қиын болды, өйткені сопернигі мына физикалық тұрғыдан үлкенірек болды, тяжелее болды, сильнее Ринатқа қарағанда. Бірақ Ринат негізі стойкада аса төбелеспейді ғой. Ол сразу проходқа кіреді. Бірақ осы қарсылас берген жоқ қой оны неге партерге. И Ринату было очень тяжело. Сеткада тұрды. 3-ші раундта Ринат өзінің стойканың техникасын күшті көрсетті. Чисто мінезбен жеңді ғой. Чисто мінезбен. Көзі конкретно. А бір Ринаттың байқаған болсаңыздар, мына Инстаграмда ма бір баршаларында көріп қалдым. Біреуге бірдеме өкпелеп айтып жатыр. Кәдімгі қатты сөзбен естіген жоқсың ба? Что-то бірдеңке сондай болды, но по-моему. Біреумен інісіп қалды ма, или біреу пікір айтқанға соған жауап берді ма, сондай түсінбей қалдым. В любом случае бірдеме сондай істеу керек қой. UFC-де вообще бірдеме істейін десе. Сен көрдің ба сол жекпе-жекті? Көрдім жекпе-жекті. Бүткіл жекпе-жектің бәрін қарайсың ба? Барлығын қарадым. Жоқ, осы жолы мен барлықтан қарадым, өйткені бізге действительно уақытына сай болды. Кешке қарап, ноутбукты ашып, прям атын асықпай кинодағыдай дейсің ғой, 4-5 сағат эфирді көрдім дейсің ғой. Керемет. Енді келесі жекпе-жекке өтетін. Мына Фахриддиновты құттықтап жіберейік. Фахриддинов Ринат бауырымыз, мұсылман бауырымыз. Ол қазақша айтсақ та түсінеді, неге десең татар тілі ұқсайды. Құттықтаймыз жеңісімен, красавчик. Давай, брат. Уалкер Өздемир. Енді Өздемирді біраз көрдік қой бұрын. Титулға жақын жігіттердің бірі болды. Біраз адамдар мақтады, бірақ бүйтіп кетеді, ұтылып қалады. Бұл жекпе-жекті көргендерің бар ма? Міндетті түрде. Нокаутын көрдің ба? Өйткені Уокерда мына қызық персонаж ғой. Постоянно октагонға шығады, сальто-мальто бірдеме жасайды. Негізі Уокерда да не бар, нокаутирующий удар бар. Бірақ Өздемир осы жолы наоборот сфокусирован болды. Прям бірінші раундтан бастап сразу давление жасады да, и там жестко ұйықтап тастады ана, енді Уокерда. Что-то Уокер екінші жекпе-жегі уже екінші рет нокаутпен кетіп бара жатыр. Мелатонин повышенный шығар ода. Что-то непонятно. Кстати, Уокер осы бойға неде дайындалды? Конордың залында. Міне Конордың залында дайындалғанда. Сол жерде біліп кетті ғой, получается. Найзаға келсейші, Дарт Тимға келсейші. Бірақ негізі осы екі байыс уже сбитый летчик қой, топта болса да. Челюстары жоқ. Дұрыс төбелесе алмайды, мысалы, против топового соперника хорошего. Бұл ауыр салмақ қой, не болғанда 84, 93 қой. 93-те былай да жағдай. Мен саған айтайын, 2005 жылы, 2007 жылы Орловский деген жауынгерді білесіңдер ғой. Сол жігіт UFC-дің қай жылдары чемпион болды? Сол кездер UFC-дің чемпионы, бір мезгіл UFC-дің чемпионы болды. 2010-да шығар. Қазір серьезно, по-моему, Беллатордың чемпионы бірдеңке. Жоқ, точно UFC-дің чемпионы болды, да? Ultimate Fight Championship болған кезінде болды, да? Ол Strikeforce'та да чемпион болғысы келді ма? Кстати говоря, міне осы демалыс күндерде шығады ол. Міне үшінші турнирда UFC. Вот мен жаңа, я к чему говорю, манаға кімнің Дидардың әңгімесі. Кешірім сұрайым. Дидардың әңгімесі. Дидар айтып отыр ғой, сбитый летчик деп, орысша бірінші сөйледі. Сен тоже ударын жеңілдеу. Қара, бұл Дидар айтады, мына Өздемирді, Уалкерді, типа шаруасы біткен жауынгерлер деп атсың ғой. Примерно, бірақ кезінде мына кімді Орловскийді шаруасы біткен жауынгер деп 20 жыл бұрын айтқан ғой, 10 жыл бұрын ба сондай айтқан ғой, әліге шейін төлесі жүр. И соңғы жекпе-жектерінде қарайсың бе, мынаған вообще уақыт. Ең кәрі жауынгер сол ғой деймін қазір. Именно Орловский. По-моему, қазір именно Орловский ең кәрі жауынгер. Қарау керек қай жылғы екен. Бірақ дегенмен Александр Емельяненконы ұйықтатты ғой да? Наоборот. Александр Емельяненко отуатты. Александр Емельяненко неде тұрды, бұрышта тұрды. Сол кезде алтта Федор Емельяненко. Жоқ, Александр Емельяненкомен төбелесті ма? По-моему, төбелесті, соны жеңді. Құлатқан сияқты. Или тоқта. Или ол Мирка ма? Ол Мирка Крокоп. Мирка. Хайкикпен ұйықтатады. Барып финалда Федор Дацик ұйықтатып тастайды, короче. Бұны Дацик ұйықтатып жас кезінде 99 жылы. Ол Россияда бір промоушендарда. Енді былай қарасаң, сол жауынгер оны да кезінде хрустальная челюсть жақ деп айтты, анау деді, мынау деді. Соның 79 жылғы жігіт әлі төбелесіп жүр, әлі формада, жақын арада төбелеседі деп жатсыңдар. Осы соңғы жекпе-жегін ана жылы көрген сияқтымын. Жақсы жекпе-жек көрсетіп жатыр, жақсы деңгейде төбелесіп жатыр. Енді сондықтан бұл салмақта 90-90-нан жоғары, бұл жерде нақты ештеңе айта алмайсың.
неге десең мынау волк Тейшераның өзі қазір чемпион волковқа да болды. келеміз ғой а Тейшераның өзі Тейшера, иә. 20 жыл төбелесіп мен как раз ол жекпе-жекте бұл Тейшераның чемпион болатында болдым мен Дубайда болғанда маға. Дубайда неде сонда бір чемпион Тейшера чемпион болған кезде ана кім Дана Уайт екеуінің суретін шығарды да 20 жыл бұрын түскен суреттері бар екен. Екеуі бірге тұрған, енді чемпион болып тұрған да. Керемет да осындай тарихтың несі болған. Келесі жауынгер ол Магомед Шарабулит Троколлимен да. Бразилец. Троколли бразилецпен төбелесті. Көрдім жекпе-жегін енді өзіме шынымен айтқанда жақсы. Маған ұнаған жоқ. Саған Шарабулит жақсы қозғалды. Екі адамның орнына қозғалды да. Әрі бері челноктары жақсы болды, әдемі болды. Енді Троколлидің жақсы күресетінін білеміз ғой. БЖ-да. Жоқ, Троколли ол вообще заменаға шықты ғой. Жоқ, БЖ-сы жаман емес. Білмеймін, ол дебюті ғой UFC-да. Да? Иә. UFC-да дебюті ол, по-моему, за один день бой принял. Екі-үш күн, по-моему. 2-3 күн. А кім болды оның алдында Шарабулиттің қарсыласы? Короче, Шарабулитта уже 3 қарсыласы өзгерген ғой. Алдымен кім болды? Потеря болды, сосын тағы біреу болды. Короче, ауыса берген ғой. И ең соңында уже мына Троколли болды. По-моему, иә. Бірақ ол, по-моему, базовый кикбоксер. Кім? Троколли. Енді бразильский джиу-джитсудан хабар бар шығар, Бразилиядан келіп тұр ғой. Не болғанда да. 5 сабмишн бар. 5 сабмишн бар. Айттым ғой. Саған ұнады ма сол жекпе-жек? Маған да ұнаған жоқ, вообще ұнаған жоқ. Бірақ көбінде тұрып төбелесті ғой. Білмеймін, сол тұрып ходячая груша болды ғой. Тұрып, да, ондай ходячий грушамен басқаша ұру керек менің ойымша, потому что именно кеше Шара туралы бір ақпарат шығарды, ақшта Шара төбелесе алмайды деп естіңдер ма? Көз үшін. Бұндай көз үшін оны деген он көзмен вообще конкретно көрмейді ма сол? Атлетическая комиссия өткізбейді дейді да жекпе-жекке. Сол үшін оны вообще қалай UFC-ге алды бір көзбен мен вообще көрмейді да көз. Сол үшін алды ғой. Білмеймін даже, потому что сол жекпе-жегін неткенде просто білмеймін енді. Возможно, осы жекпе-жекті реально басқаша жеңсе, более уверенный, бір жақсы, бір әдемі жекпе-жекті көрсетсе, мүмкін менің ойымша Дана Уайт сондай хабарды шығармаушы еді. Осылай, короче, Шарабулит енді шыға алмайды деп. Ақшта ма? Да, менің ойымша ол чисто осы жекпе-жекті қарады, қалай көрсетеді. Өйткені что-то білмеймін енді совсем. Я женді. Шарабулит персонаж ретінде қызық қой UFC-ге. Басқа жағынан чемпион жағынан ол қызық емес, тем более бір жақсы борец оған берсем, Шарабулит оны өтпес шығар. Өйткені базовый кикбоксер ғой. Тайский бокс. Ресейде промоушндарда жекпе-жектерін көрген кезде небір күресетін балалармен төбелесті ғой. Дагестан болсын, тағы да басқа. Жақсы жасап жүрді. Мына жерде енді кішкене бірінші жекпе-жегінде жақсы айтайық, кішкене қол болжу болған шығар туда енді қазір мына жерде желеп өзінің несіне келе жатыр да. Ашылып жатыр. Бұл жерде оңай емес қой. Мүмкін сол да болуы мүмкін. Сондықтан бұның бүткіл жекпе-жектері UFC-дан бұрын болған. Бәрі кәдімгідей зрелищный болған ғой, бәрі бүйтіп қараған ғой. Сондай жауынгерлер бар ғой. Допустим, басқа лигаларда күшті жекпе-жектерді көрсетеді. Басқа раз ауысқанда уже что-то басқаша болып кетеді. Сондайлар бар ғой былай. UFC-де Троколли UFC-де бірінші жекпе-жегі ма? Онда осылай кіріп кеткен ғой. Заменада отырған. Контрактсыз. Ағжанды ғой зато да. От души ұйықтап тұрса да, бірақ UFC-ге 3-4 бойға контракт алып тұр ғой. Гастелло Родригес. Бычы жекпе-жек болды. Бычыт просто. Кәдімгі рубка ғой. Гастелло'мды көп болды көрмеген. 3 раунд бойы рубка жасады. 3 раунд бойы рубка. Бірақ оның қарсыласы, по-моему, 43-те да? Или 40-та? Гастелло'м қарсыласы. Гастелло'мда өзі жас жігіт емес. 37-те. 86 жылғы жігіт. А Гастелло'м ше? Гастелло'м тоже жас қой. Жоқ, жас емес. 30-дан асқан ол жігіт. 32-де. Вот. Тоже. 32-37. Я 5 жыл арал. 5 жас аралығында. Кімнің арасында? Гастелло мен Родригестің арасы. Родригес. Родригес мексиканец па? Жоқ. Қазір айтамыз. Американец. Я енді ұлта мексиканец шығар. Былай денесі полностью татуировка, да? Лас-Вегас, Невада. Түрмеде отырған. Түрмеде отырған жігіт. Не тұрған жоқ па бүйтіп жастың. Сондайлар апасын дейді ғой мексиканецтер. Иә, бірақ К-13 па қандай группировка?
Мен білмеймін. Стойкасы да жақсы негізі. Обычно Гастон қалай шығады, қысым жасайды, нокаутқа жібереді ғой. Бірақ Родригес мынандай мүмкіндік берген жоқ. Да? Бірақ мықты жігіттерді тұтқан екен өзі де қарап тұрсаң. Қайсы, Родригес па? Иә, Джин Лян Ли деген манау естеріңізде бар ма? Кім ұтатын? Чимай ұтатын жігіт бар ғой, китаец. Соны ұтқан, одан кейін жаңа Кевин Лиді ұтқан, осыдан 2022 жыл. Бірақ соңғы екі жекпе-жегін ұтылған. Нейл Магниге ұтылған. Одан кейін барып Ян Гарри бар ғой. Ян Гарри, Ирландиянікі, жас жігіт. Соған ұтылған. Енді қазір үшінші жекпе-жегін ұтылып тұр. Менің ойымша қазір бір жекпе-жек береді, болмаса болды. Сау болыңыз дейтін шығар болғанда. Иә, Гастон қайтып салмақ жасаған жоқ. Перевес болды. Қанша килограмм ма? По-моему, олар 83, по-моему, шықты да. 80-нен астам шықты олар. Сонымен не Гастон 77-дің баласы ма не? Иә. Шафкапен шыған. Үлесу керек тұғым болды ғой. Шыға алмай травма алды ма? 84-93 жүрім ма? Жоқ. Қойш, түріне қарасың, не ғой мынау? Слишком. Он бұл не түсті бір салмақ да, оның алдында жоғары болды, По-моему, бір кездері 93-ке де төрлес жүрді бұл. Жоқ, 93-ке жоқ. 84-ке, 84-тен төмен түсті. Иә, бәсе жоғарыдан түсті. Бұның бойықтығы ғой, просто шкаф. Все. Павлович Волков туралы Асула не айтасың? Волков сенің енді любимый жауынгерлердің бірі еді ғой. Волков? Иә. Любимый болғанда чисто біздің қазақтармен араласып, дайындығы көбірек болған. Может быть, сол үшін. А былай қарағанда, конечно, қызықты жекпе-жек болды. Қызықты. Екеуі оның алдына Стердаунның кезінде Волков кімге Павловичке айтып жатыр да, сен неге келісесің дейді, мен жекпе-жекке. Сол жері кішкене интерес болып кетті да, Ресейдің 150 миллион адам қараған сияқты бұл жекпе-жек. Еще Волков бір жақсы жері бойға дейін интервью бәрі алады ғой. Сарказммен жауап береді, бір приколмен жауап береді. Инстаграмы қызық Волковтың менде қатты қараймын. Еще Волков раундтардың арасында не шашын тарай ма? Қалай айтты интервьюден кейін, бойдан кейін? У меня был тренер по стилю углда. Шығады да, короче, тарақпен шашын тарайды. Бойдан кейін, өте қияли, орысша айтқанда креативный жігіт қой негізі Волков деген. Ана өзің инстаграмында қазақша сөйлей оңбаған. Жоқ, енді мен қияли, креативный деп халық адам түсу үшін. Бәріміз түсінеміз ғой сол сөзді. Сол жерде инстаграмның өзінде осы жекпе-жекті қыздыру мақсатында көптеген рэп видеолар жасаған болатын, көптеген комментарий, қызық видеолар түсірген. И бұл жерде жаңағы ең қателеспесем Миша айтқан болатын, екеуінің анонс шыққан кезде екеуі тіпті білмеді оны. Қателеспесем анонс шықты ғой. Қателеспесем Волков пен жаңа Павловичтің екеуінің анонс шығады, екеуі айтады, біз қол қоймадық қой деген сияқты. Басында бұл әңгіме болды. Жоқ, ол UFC-де емес, мына жекпе-жектен бұрын, 2 ай бұрын айтылған әңгіме ғой. Осы жерде біз бір подкастта отырғанда Эр-Риядта жарыс болады, анау Шара Буллит кіммен төбелеседі, жаңа Прокаскамен ба? Жоқ, Прохаскамен төбелеседі. Потерямен төбелеседі. Қателесіп кеттім. Одан кейін жаңа Павлович пен кім Волков екеуі бір осы жерде талқыладық соны. Еще Миша айтқан осы бой болмайды деп, сіз айттыңыз ба, осы бой болмайды. Жоқ, мен айттым, мен мына Павлович пен Волковтың жекпе-жегіне мен қызығушылығым өте үлкен болды. Мен айттым, мен үшін бұны көрген дұрыс. Неге десең, Павлович тағындай нокаутер, яғни кім Волковты қызық өзім үшін. Неге просто Волковтың не үшін қызық екен айтып берермін. Бірақ сол кезде мен әңгіме қылдым, анау Потерямен кім Шара Буллиттің арасында типа UFC-дің Украина мен Ресейдің арасында жекпе-жек жасап жатқан қызық екен деп ішінен айттым да. Сосын Волковқа қайтып келейік. Волковты мен 2007-де ма 2012-де ма қателеспесем жекпе-жектерін ең бірінші жекпе-жектерін көріп бастадым. Ол каратист бала, басынан бастап каратэдан студент бала, бұны персонаж ретінде реалити шоуға алады ғой, М1. Ол кезде Филькештейн, Федор Емельяненко. Бұл сол жерден шығады. Одан кейін біраз жекпе-жектерді, мана М1-ның жасаған жекпе-жектерінде төбелеседі бұл жігіт. Біраз жекпе-жектерді өткізеді. Сол кезде бұл түрі мынандай, өзі каратист, образованный, кітап оқыған, жаңа сабақ оқыған бала ғой. Сол шығады да бақ ұтылады, тағы да ұтылады. Ешкім бұнымен шыққан кезде бәрі ойлайды, мынаны жеңіп аламын. Ол кезде бірақ тяжға төбелескен жоқ бұл. 93 или 84-ке төбелесті.
содан біраз тарс келіп осылай UFC-дің М1 чемпионы, Беллатор чемпионы, ол негізі өте былай тәжірибе. Телохранитель болған ғой, осыған дейін еще қателеспесем Волков деген. Жоқ, сондай жұмыс жасаған. ол емес шығар. Оған лучше Павлович ұқсайды ғой. Ол оқымысты бала ғой. Сабақ оқыған, сөйтіп студент. Ең қызы екеуінде соңғы жекпе-жектен ұтқан Аспинал екен екеуінде де. Павловичті де ұтқан соңғы жекпе-жегінде мына кімге дейін? Аты кім еді? Волковқа дейін, и Волковты да Аспинал ұтқан екен. Екеуінде де ұтқан. Волковтың бұл жекпе-жекте байқадыңдар ма? Волковтың Павловичқа қарағанда классы үлкендеу екен да. IQ-сы бар еще. 38-де 10. Басында бар ғой. Мен үшін енді жаңағы промоушнға кір келтіріп отқан жоқпын. Неге десеңіздер, енді әртүрлі нәрсе болады ғой. Бірақ менің ойынша бір сондай субъективтік пікірім. Сөйлегенде әдейі болды. Павловичке қарай Волков сөйлеген. Одан кейін Павловичті оны itергенді әдейі жасады да. Итер жіберді ғой жекпе-жектен. Боқтады ма сол жерден бір нәрсе? Боқтап жүрді. Бұлар менің ойымша екінші реваншты қыздырып жатқан сияқты ғой. Менің ойымша. Мүмкін еще бойға дейін мына әңгімелер болды ғой. Онда не кешір. Онда немене келісті ма? Сен бір осы жекпе-жекте сен жеңілесің деп. И сен айтасың деп пошел там на X Y. Ну, не знаю, келісті ма, келіскен жоқ па, білмеймін ол жағынан. Бірақ екінші жекпе-жекті қыздыру, мына қараш хронологияны. Екеуін жариялады, иә? Дұрыс па? Осы жерде отырып талқыладық. Міне, Павлович пен Волков төбелеседі. Бәріміздің арамызда қалай ол екі россиян бір-бірімен төбелеседі, анау-мынау деген әңгімені ұрдық. Одан кейін екеуі, мен келісім берген жоқпын деп екеуі бұрылып алды. Ақырында бұл жекпе-жек болып тұр ғой. Значит, бұл жоспар бойынша келе жатыр да. Я, әрине, арасында жаңа келісіп алу, сен ұтасың, мен ұтасың деген жоқ, понятие. Бұл жерде мына сюжеттің өзі, типа біз басында төбелескіміз келген жоқ, артынан бізді төбелестіріп қойды. Одан кейін біз төбелескеннен кейін бір-бірімізге ренжіп қалдық. Мен ананы итеріп жібердім. Неге десең, бүткіл UFC-дің өзінің жаңа несі болады ғой. Қалай айтсам, прогноз болады ғой. Прогноздардың бәрі орындалды да, осы жекпе-жек бойынша. Ресейдің бәрі талқылап жатыр. Кеше Шлеменкіні көрдім осы туралы интервью жазғаны. Тақтаровтың көрдім интервью. Бүткіл орыстық медикасы үлкен жауынгерлердің көбі, сарапшылар бар, тағы да басқа. Солардың бәрі пікір қалдырды да осы туралы. Значит, бұл жекпе-жек UFC-дің және де UFC-дің жанкүйерлерінің, UFC-дің үйренішті мына MMA-дің шетінен шығып кетті бұл жекпе-жек, менің ойымша. Ар жағынан сатылымдар болады, PPV тағы да басқа. Ол не деген сөз, брат? Ол не деген сөз? Жақсы. Екі орыс по-любому төбелессе, сол орыстардың нелері қызықты болады. И біз жаққа қарағанда екі қазақ төбелессе, почему бы и нет дегендей. Жоқ, бізге қызық емес. Өйткені қазақтар саны UFC-да өте аз. UFC-да. Жоқ, мен UFC-да айтып жатқан жоқ. Жалпы бұл. Жалпы, допустим, екі қазақ жекпе-жекке. А допустим, UFC-да шықса. Енді әрине промоушнды мен найзаны айтып жатырмын. Жаңа басында айттым ғой, UFC-ге мен жаңа жамандамаймын деп ол жағынан айтып тұрған жоқпын. UFC-дің сіз жасап жатқаны өте дұрыс. Әрбір жекпе-жектен олар бірдеме шығарып алғысы келеді. Менде де талай жауынгерлерге айтам ғой, мына сіздердің жекпе-жектерің өтті. Болды ма ол жекпе-жек? Болған жоқ па? Вообще смысл жоқ деймін де ешқандай. Өтті. Мен саған екеуіңе там шамамен $10,000 жақын гонорар төлеп тастадым. Перелет бар, жаңа ұшып келу, жататын жер, тамақтану, біраз уақыты бар. Мына команданың ұжымның сені жаңа жекпе-жегіңе қыздырып, тағы да басқа көптеген жаңа таргетің бар, анау-мынау сөймен бәрін жасаған кезде кругом-бегом бір балаға, бір параға, шамамен жақсы параға где-то шамамен $20,000 жуық ақша кетеді. Одан кейін ары қарай артып келетін болсаң, оның жекпе-жегін 7,000 или 3,000 адам қарайды. Қызығы неде? Вот сондықтан мен қазір матчмейкерлерге де менеджерлерге де айтып отырмын ғой. Бұндай жекпе-жектер бізге әңгімесі жоқ жаңағы. Егер адамның өзі ынтасы жоқ болса, жаңа қалай айтсам болады, сол процесске қатысып өз-өзін жекпе-жегін қызықтыруға ешқандай ойы жоқ болатын болса, кеше Нұрбек Отар, давай пример алайықшы. Нұрбек Отар жекпе-жекке шығады. Неде? Екінші картқа шығады ғой да? Екінші картқа Мамытовпен қарсы жекпе-жекке шығады. Мен Отар жоспарда болған жоқ. Пресс-конференция қатысады деген да. Бірақ Отар Жұманмен төбелесті. Бір жағынан мен оның жаңа қалай жұмыстанып жатқанын көрдім. Сосын тұрам да Жандарбекке айтамын, пресс-конференцияға шығаршы Отарды. Давай қыздырайық кішкене жекпе-жегін.
Ол жерде бір қызығы қандай болды? Отарда оның қарсыласы қырғыз. Екеуі бір-бірінен аумайды. Екеуін былай қойып қойсаң, танымай қаласың. Қайсы отар, қайсы жаңа қарсылас Мамытов па? Қайсы кім болған? Бүйтіп келгенде танымай. Кстати, ол бір карта тұр, Алашбайдың картында ма? Алашбайдың картында тұр, И сол бала былай қарасаң, өте жақсы себепті өз-өзіңді таныту, айту дегенде көрсетіп қалу. Әртүрлі прикол болатын еді. Енді бұған сөз береді, жаңа конференцияның кезінде. Бұл не қылды дейді? Жоқ, мен сөйлемеймін дейді. Кім? Нұрбек Отар? Иә. Сен өзің сұрақ қойдың ғой сол жерде. Да. Сосын жоқ, жекпе-жек деген көреміз дейді. Мен айтамын, сен мына жерге неге шығып отырсың онда деймін да. Просто бетіне айтқан жоқпын, бірақ мына балдарға ұрыстым да, мен айтамын, не болып отыр? Бұларды тарттырып, бір қызықтырып, халықты қызықтырайын деп өздері туралы айтсын, өздері туралы көрсетсін деп дегіміз келген мақсатта жасалған нәрсені олар тұрады да, жоқ, мен сөйлемеймін дейді. Сонымен сөйлемей отырды. Енді ұтылып қалды. Ровно 2 ай өткен жоқ, ұтылып қалғанына. Апрельдің 26-сы төлесті. 3 ай өтті ма? Сәуір, мамыр, қазір мына маусым, одан кейін шілде. 2 ай өтті деп айтайық, Ол қайтан жекпе-жек сұрап жатыр. Ол ойлайды да, мен соған келіседі деп та. Мынау қоймайды қайта Нұрбек Отар жекпе-жек сөйлеп отыр. Енді жақсы таныспыз, жақсы адам, жақсы мықты жауынгер екенсің. Бірақ сен жауынгерлер түсіну керек, егер сен жекпе-жегіңе қызықтыра алмайтын болсаң, сен енді әрине Ануарбек мотиватор сияқты қызықтырып керек емес, гостиница бар, бір-бірін ұрып, олай емес. Мына Павловичпен арасында жекпе-жек қызықтырып жатыр ма? Қызықтырып жатыр. Хотя бы Александр Волков сияқты, әрине. Так, Нұреке, мен айта аламын ба бір өз ойымды? Айта. Орысша айтсам. Ойың үшін келіп. Жоқ, орысша айтсам. Қазақша сөйле. Орысша сөйлейтін болса, таяқ ұра бер онда, сразу бастай бер. Так, енді міне қара бауырым. Так, жауынгер бауырым. Сен ана залға кірсең, өзде сен сияқты жігіттер былай. Міне былай ан жерде. Сен олардан, допустим, мықты болуы мүмкін, возможно, мықты емеспін. Но по-любому, әр қалада осындай клубтар, сен баратын клубқа, міне былай. Сен олардан как-то, если выделиться хочешь, сен кішкене енді басымен ойлан. Пресс-конференция, Инстаграм ба, Ануарбек ағана қарап ал, не істеп жатыр. Гостиницаға барды, сен де бар солай. Бірденке, ол мен жай ойым. Саған кішкене ақша керек болса, саған контракттар керек болса, там всякие реклама. Оның керек болса, саған кішкене давай қимылда. Ана зал деген, любой может қазір залға барып, тренировкаға жаттығуға бірдемесе. Любой. Олардың ішінде, может быть, біреу ғана болады, который кішкене еще басымен ойлайды. Мен қалаймын жерде осы немен ақша кішкене өзіме қалтама салам деген. Солы, вообще айтуың орынды, керемет. Жас жауынгерлерді мысалға келтіретін жауынгерді айтайын ба, кім? Абылқасым. Как раз ол менің ойымда. Все, 53. Сабзирамен немен шығады, вообще красавчик қой, енді, альхамдулилля, Алла тағала тек. Молчащий, что үндемей, отырған, спокойнылар, олар міне былай, любой зал. Бір жарысқа ешкімге керек жоқ. Балаға вызов тастаған ғой. Анаған кабинетіне кіріп шыққан, ананы енді әрине Жандарбекті оған айтып тұрған шығар. Бірақ, неше балаға вызов тастаған әжеді? Былай айналып, анаған вызов тастап жүр, анаған вызов тастап жүр, былай. Приятно наблюдать, да, бұл қарайсың, әңгіме жоқ, сен де тәг етіп тұрады андасында, өзі де дамып келе жатыр да, и жұлдыз болғысы келіп тұр, болғысы келіп тұрған бала екенін көрініп тұр. Еще міне, бауырым, қара, ана залда отырған нетіп атқандардың? Кім ол, Бауыржан ба? Вообще, любой. Жекпе-жекке шығу деген, ол оңай нәрсе. Ойлама, мен ғана оны істей алам, міне жерде отырған жігіттер ғана істей алады. Ол оңай нәрсе. Любой шығалады, не любой, допустим, женет. Ал кішкене духым бар болса, реально мына телефонды алып, кім шығады? Біттін шығарам, сен кімсің? Давай шық, ондайға не каждый істей алады. Оған реально дух керек. Ана залда істеп атқанын, жекпе-жек 8 бұрышқа шығып атқанын любой істей алады. Мотиватордың менеджер емессіз ме бірден? Мен. Ануарбек. Так что ойлян ол, мен айтып атқанымды ойлян. Сол енді жаңа мен просто айтайын дегенім саған. Мен естідім, сен жалпы Ануарбек екеуің былай көп сөйлесесіңдер, сен бір кейбір кезде оған айтасың не істеу керек екенін. Бар ма ол? Жоқ, шынды айтшы. Сонда әңгіме шын ба? Мен не только Ануарбекке айтам. Да? Не только Ануарбекке. Тағы да бірнеше жігітке айтқам соны.
вообще вперед істе деп. Ануарбекке мен конкретно айттым, сен уже жасың келді. Гостиницаға барып анан ұр деп айттың ба сен? Ты чё? Я. негізі ММА жекпе-жектерге еще бойға дейін сатылу керек қой. Вот мына екі титул төбелесіп жатыр. Абу мен жаңа кім? Диас, иә. Мына UFC-дің картын айтып тастайықшы, иә? соңғы жекпе-жек қалды ғой ағай. Сол Короче, UFC-дің картын айтып тастайықшы. Волков дикласс жасады, Павловичке қарағанда Павлович дым көрсете алмады. Алискеров. Олардың несі? Алискеров. Мен былай Қанша минут өтті айттыңдаршы? Павловичтің секунданттары қырмайтын жігіттер болды. Перестраиваться ете алмады. Перестраиваться ете алмады. Айтты ғой звезда деп. Вот. Такая новая. Именно қарау не... Павловичті. Джон Джонспен Беллингану деп атаған. Иә. Нокаутишу. Құлата береді. Бірақ Вердум мен Волков төбелескен да? Иә. Ұтылып қалды да? Волков ұтып алды Вердумды. Иә. Бір рет ұтылып қалды, бір рет ұтып алды ма сонда? Жоқ, бір рет ұрып таяқ жеп қалды. Ұтылып алды Жоқ, ма? ол сол. Жоқ, ол сен кімді? Люисті айтып жатсың. Льюиспен. Раунд бойы төбелесіп, сосын ең соңында Волковтың действительно қазіргі таңда жетістіктері өте көп, біраз жауынгерлер жеңді. Павлович енді былай ірі көрінгенмен, былай басты раундтың басты уақытында бұл эффективный да, эффект өте мықты болады. Құлап тастауы да мүмкін, астан ұрып тастағанда мен көп нелерін көрдім, ТКО-ларын көрдім, үстіне жатып ұрып отқан, өте керемет жасап жатыр. Бірақ Волков көрді ме, дальный дистанцияға өте жақсы керемет та. Оның секунданттары, мен айтып отырмын, секунданттары дұрыс істеген жоқ Павловичтің. Да? Уже көріп тұру, не істеу керек, көріп тұру керек. Қалай не керек, қай жағынан басу керек, бәрін план Б болу керек қой Павловичті. Павловичтің секунданттарына бір ұсыныс бергім келеді. Бізде Қазақстанда Сула деген бар, хабарласыңдар, телефон айтшы Сула. 8700. Қазір. Не, наш боец Инстаграм. Наш боец Инстаграмға кірсеңіздер, Сулаға хабарласыңыздар, ол сіздерге секундант жағын қалай болу. Поминутный, әр минутына қандай геймпланды беремін, қалай істеу керек, әр минутына. Жоқ, еще 50% менікі. Шынымен айтқанда былай, Волковтың еще не дейді ғой? Как его? Сула, сен 55-ке келдің, стаж мощный ғой сен. Тәжірибе мощный ғой. Жоқ, енді солай ғой, 60-қа жақындадың уже почти. Арсеналы, вот, Волковтың арсеналы еще әртүрлі. Он намного лучше в этом плане. Мысалы, Волковтың. Сіздермен сөйлесіп, мен андай өз-өзімді бар ғой, түсінбей жатырмын да, қалай қай тілде сөйлеп жатқанымды андасына. Айтшы. Волковтың арсеналы деймін да, өте бай. Қазақша айтшы, Қасқырдың арсеналы өте бай деп. Қасқыр. Александр қалай болады онда? Сәке. Әлеке? Негізінде бар ғой, араластырып сөйлей береміз, өзіміз байқамай қаламыз. Таза қазақша жанкүйерлер дұрыс қосылады бізге. Чисто қазақша сөйлеймін. Мен саған айтайын, өңірде бар ғой, өңірде балдар бар, которые орысша түсінбейді вообще. Орысша түсінбейді. Орыс тілі, олардың айтуы дұрыс та бір жағынан. Осылай қазақша айтыңдаршы, бізде түсініп қалдық деген сияқты. Мен ана кейде Маңғыстау сол жерге барамын, жаңа жерге. Орысша бірдеме айтып қаласың енді, сөз қосып араласып, бүйтіп қарап отырады да. Кеше Қытайдың да балдары сондай екен. Таза қазақша, таза қытайша сөйлейді екен, орыс сөздерді өше түсінбейді. Бірақ өздері білмейтін лексикондар қолданады. Олар араластырады. Машташтым деген айтып. Машташтым, төбелестім деген сөз. Ал қай жерде сонда машташтым деген? Қырғыздар, қазақтар қолданады екеуі де. Да? Иә. Бәсе мышташтым деп ана кім айтып жатыр да, мен сол түсінбей жатырмын да, ондай бізде сөз бар ма ондай сөз? Жоқ, енді маштасу дейді ғой, жаттығу дейді. Жаттығу, кім айтып жатыр да кеше? Тайлақ кәдімгі интервью беріп малдас. Олар да сөз мысалы тіпті олар білмейді, бірақ штан деп айтады. Штан деген штаны ғой, шалбар. Сым. Қалай айтсасын білмеймін. Олар штан деп айтады. Шалбар. Иә. Китайлар штан деп айта ма? Иә, олар өздері білмейді оның орыстың сөзі екен, бірақ штан дейтіндер бар. Жоқ, орыстың да сөздері. Штан ол орыстың сөзі емес. Штаны, просто штаны деген сөз. Қысқартып штан деп айтты. Жақсы, орысыншы. Не ғой, шалбар ғой бізде. Кімнің соңғы жекпе-жек? Алискеров пен Уитикер белбеуді алып кетті ма? Жоқ. Бұл басты жекпе-жек болды, иә? Басты жекпе-жек. Иә. Енді Уитикер, Алискеров былай қарасаң тарихы мол жекпе-жек қой. Негізінде Чимаевпен болу керек еді, бірақ Чимаев Алискеровті Brave промоушнда ұйықтап тастады, иә? Енді бұл жерге шықты, енді бұл жерде Уитикер ұйықтап тастады. 1,5 минутта да. Дәл сондай соққымен да астын. Иә, апперкотпен. Бірақ бұған дейін оверхенд болды. Иә, көрдім. Аяқпен де тепті, қолмен де ұрды. Енді бірақ Чимаевтың нокаут әдемі болды. Бұның Уитикер мен Чимаевтың арасындағы жекпе-жек қызық болайын тұр негізінде да. Екеуі де бір жауынгерді астан ұрып қалыптады.
бірақ мен Уитекердің классы жоғары екен да. Мына бала қай рейтингте тұрды Алескер? Рейтингте болған жоқ ол. Болған жоқ па? Жоқ. Ол рейтингте емес. Бывший чемпион. Қалай бывший? Жоқ, Уитекер Жоқ. Алискеров рейтингте емес. Астынан көтеріліп тұр ма сонда? Жаңағы басты жекпе-жекке? UFC оған Данов айтты ғой, нереальный шанс, ұсыныс, нереальный ұсыныс түсіп тұр Алискеровке деп. Данов айтты ғой. Мәз болу керек деп, действительно. Осы бойды жеңсе, Алискеров мүмкін келесі претендент болуы мүмкін. Мүмкін еді. Болдық енді, өтті, мүмкіндік жіберіп алдық. Нешедегі бала қараш? 32-де, по-моему, или 31-де? 31-де или 32-де, иә. Негізі жас әлі. Ондай шанс. Қалай 32, ты чё? Бұл салмаққа 31 жаста. 92 жылғы жігіт. Иә, мен жаста. Қайтып. Шимаевтан кейін ұтылмаған. Қайтып айналып келу анжеге деген мұнай емес қой. Бірақ осы бойға дейін, мысалы, 2 весогонка жасады. Перелет, ол Америкада шығу керек еді. По-моему, Асудың картында, иә? Да. Алып тастады оны. Иә, ол алып тастады. 2 весогон жасады, сосын континент ауыстырды. Ол бәрі физикалық тұрғыдан әсер етеді ғой байецке. Бірақ оның орнына Чимаев болса, менің ойымша результат басқа болмас еді. Уитекер оны Чимаевты да құлап тастады ма? Дәл солай. Сол бірінші раундта. Жоқ, бірінші раундта емес енді, бірақ өйткені Чимаев дайындалды ғой. Чимаев бірінші раундта аяққа өте алады. Иә. Екінші, үшінші раундта, когда аяққа өте алады, екінші раундта өте алмайды ол уже. Шашақ қалған кезде Уитекер осындай тез қолмен оны ұстап жүрді. Уитекерді нереальный красавчик, оказывается, просто. Уровень действительно басқа уровень. Уитекер бір кинодағы актерға ұқсайды, бір персонажға. Актерға емес персонажға. Ассасины ма соған ұқсайды, да? Кратос, аха. Стуасы татуировка, еще татуировканың бір символдар бар. Оқ тұрған. Иә. Шок. Иә, керемет жекпе-жек болды. Енді өкінішке орай біздің Дагестан бауыр ғой, да? Дагестанда бауырымыз ұтылып қалды. Бірақ енді дегенмен жаңа солай болу керек. Бұл UFC-дің тағы да бір қалай айтсам болады, жаңа дәлелі. Егер рейтингте жоқ болсаң, топқа шыға аласың. Иә. Мүмкіндік болады. Сенде кішкентай пайыз болады, 5% ба, 4%, сол пайызды қолданбасаң, ал ары қарай оңай емес. Бірақ ол үшін әрдайым дайын болу керек. Иә, әрине. Жоқ, бұл класста ғой мәселе. Егер қара, қазір біз Шафқаттың деңгейін білеміз ғой. Ал енді Шафқаттың бірінші жекпе-жегін алайық UFC-де. Сол кезде Шафқатты жақсы Шафқатты айтпақ қой, Хабибті айтайықшы. Сен Хабибтің ең бірінші, екінші жекпе-жегін көрші. Қазір жекпе-жектерін көр да, соңғы 2000 қай жылдар болған? 22-де ма? Соңғы жекпе-жек 22-де ма? 23-де ма? Жоқ, карантин болған кезде ғой. Қазір айтам. 22-де ма? 21-дің январында ма сондай да болды. Жаңа жылға дейін болды. 21-22 да. 21-22 жылдары туылесті. И сол екеуінің арасында жекпе-жектің прогрессін қара қандай болған. Иә. Бірінші жекпе-жектерін көрдің ба? Хабибтің тек бір удары бар. Астан басқа ешқандай соққы жасай алмайды. Дәл солай да Алескеровті көрдің ба, бұл жерде шанс, тағы да бірдеме дейді, бірақ дегенмен пісіп алу керек та ол жерде. Шафқат та дәл солай еді. Егер бара сала титулға или там топовый жауынгерлермен төбелескен кезде қиындау болатын еді. О да пісіріп әкеліп тұр ғой бұларда. Бір жағынан как бы ему типа шанс деп айтылады ғой. Мүмкіндік берді, бір жағынан ол путевка. Жаман путевка, да? Нашар путевка. Достар, UFC-ді талқыладық, біраз жекпе-жектерді біздің Дидар Сұлы Жандарбек қарамаған екен, мен сияқты. Мен выборочный бір-екі жекпе-жекті қарадым да, Жандарбек вообще мүлдем қарамапты. Екі батырымыз әйтеуір жібермей UFC-ді, және Миша батырымыз бар, солар қарап, біразын талқыладық, қызықты жекпе-жектер болды. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де
пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе, сондықтан күтеміз. Шара Буллет ең бастысы ол Қазақстан азаматы ретінде танылады ғой, білесің ба қазір? Неге десең, мына жерде ол зал ашты. Оның жоқ, басынан бастап Шара Буллет команда ашқан кезде ол очереден ашылды ма, сондай бір нәрсе бар. Зал ашылды. Сонымен жаңа Қазақстанға көшем, өзім мен пропискамды ауыстырамын, азаматтықты ауыстырамын, паспортымды ауыстырамын деген әңгіме болды. Сөйтіп естідім мен, қателеспесем. Одан Шара Буллет бір жарыста кіммен шықты? Наша делода ма бір жерде, или РСС-да ма бір жерде төреші отқан кезде Қазақстанның флагымен шықты ма, сондай болды көрінді. Иә, ол жекпе-жектен кейін киім ауыстыру бөлмесінде болды ғой. Ағасы Қазақстан туы ұстап тұрды ғой. Кім Исмаиловтың ағасы ғой, Магомедовтың ағасы, бапкері. Туы ұстап тұрды ғой. Енді өйтіп жасаған жігіттерді әрине бізге құрмет қой бір Қазақстанға, сондықтан көргіміз келеді, жаңа сыйластығымызды білдірткіміз келеді, сол үшін жанкүйер болғымыз келеді. Әйтеуір Құдайға шүкір құлап тастап жеңді. Мына келесі картқа көшейік. Бұл UFC емес, біз үшін UFC-ден де ауқымды жарыс. Ол 6 шілде күні Ақтау Риксис қаласында өтеді. Ақтау қаласында Риксис отелінде өтетін додалы кеш. Жандарбек, сол бастапқы жекпе-жектер туралы айта кетші. Мейн карттан бастайын ба? Ең үстіңгі. Бізде қазіргі уақытта 93 килограмм салмақтағы белбеудің қорғау Абзалиев Олжастың Сантос де Марсияға қарсы жекпе-жек болады. Давай сол жекпе-жекті талқылайық та. Мен үшін өте қызықты стердаун болды. Жаңа найза қайсы? 53-те ма, 55-те ма? Жоқ, 60-та ма, иә. Жақсы стердаун болды. Ол жекпе-жек жарысымыз Семейде болу керек болды. Семейде болмай қалды, өкінішке орай. Қазір мына Ақтауда өтіп жатыр. Олжас Абзалиев. Енді осымен 4-ші ма, 3-ші жекпе-жек оның. Міне осы жекпе-жектен қойып қалу мүмкін деген әңгіме ғой. Бірақ соның өзінде Нұрғали Нұрғайыпұлын жеңді, одан кейін Артур Гусейновті жеңді. Қазір мына кіммен Гаманчпен Сантоспен төрешкен. Сантосты жұрттар білмейтін болса, Александр Емельяненконы тұлған, біраз Ресейде біраз мықты жауынгерлер Артур Гусейнов тұтқан. Енді қазіргі таңда жақсы деңгейге егер келетін болса, ол жасқа айтпақ Шара Буллетпен бір ұқсастығы бар. Иә, Шара Буллетпен ұқсастығы бар. Көзі? Соны Сула қалай ойлайсың? Олжаспен жекпе-жегі туралы. Мен ойымша Олжас вообще басқа уровень. Да? Бірақ Марсио БЖ-дан қара белбеу бар, ал бірақ Олжас Абзалиев аяққа кіру керек. Бразильский джиу-джитсуың бар болса, жарайды, аяққа кіру керек бірінші. Жоқ, астына. Бразильский джиу-джитсу ол наоборот со спины жасайды ғой. Жоқ, жарайды, со спины болса да кішкене со спинаға жету керек қой. Уже күрес болу керек қой біріншіден. Ол бразильский джиу-джитсу ол грэпплинг астында болатын оқиға. Ал соған бірінші жету керек қой. Жоқ, енді кімді Оливераны алсақ, мысалы үшін. Иә. Тоже черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, бірақ со спины любойын ұйықтап тастайды, мысалы. Махачевті ұйықтайды алмады. А неге? Потому что не то что, потому что күрес. Мен именно күресті деп атырмын. Вольный борьбаның защита от проходов в ноги, проход в ноги, борьба в стойке, борьба у клетки. Мен соны айтып атырмын. А астында болатын уже өз кезінде нөлке айта берем ғой, өз кезінде ана доктор медицинских наук, шатаспасам, Майырбек Сулымбекович Хасиев айтқан, ММА-ға, жақсы келетіні, стойкада ол муайтай, партерда ол грэпплинг и вольный борьба. Бірақ вольный борьба барлығы емес, вот именно защита от проходов в ноги, проход в ноги и борьба в стойке. И кімде? Мынада, Сантоста. Грэпплингі, допустим, жақсы болса, жарайды. Күрес мәселесі қалай?
күрес мәселесі қалай Жандарбек? Онша бірінші оны жерге, допустим, құлату керек қой, допустим, күреспен. Бұл жігіт соңғы жекпе-жектен кейін Бразилияда дайындалған болатын, бірақ осыдан қателеспесем 2 апта бұрын ол Ресейге көшіп келді қайтадан. Айтпақшы Махачкала. Иә, Махачкалада қазіргі уақытта дайындық соңғы күндер сол жерде дайындалып жатыр. Сол үшін. Бұл жерде бір қызығы қарайтын болсақ, Махачкала мен Ақтау қаласының теңіз деңгейінен биіктігі бірдей. Менің ойымша ешқашанда бір акклиматизациямен ол кісіде Сантоста ешқандай бір қиындық туындамайды. Ол бір. Сонымен қатар дайындығы бар, ескі, азулы қасқыр ғой, бұл жігіттен көрген, бәрін көрген. Ал бұл жерде Олжас үшін 4-ші жекпе-жек. 4-ші жекпе-жек. Олжас негізгі қоян қолтық ұрыстың шебері. Капуловты отқан кезінде енді мұнда келіп жатыр да. Сондықтан да екеуі де бір алып бара жатқан жаста емес, Олжастың да жасы негізі жайлап таяп жатыр да. Сондықтан да бұл жерде менің ойымша Олжас үшін айтатындай, бір айтарлықтай easy job болмайды, оңай жұмыс болмайды. Олжас ұтылса, это будет катастрофа. Просто нереальная катастрофа болады. Негізі айтам да, ешқайсысына да бір оңай. Тақырбас боламын сразу же. Олжас жеңілсе, смотри, сразу же. Шашымды алам полностью, прям сол жерде. Жеңіліп қалса ма? Я. Құдай сақтасын, бірақ дегенмен сен... Я красавчик лысый, когда я. Тоқырбас бас. Отвечаю. Да? Конечно. Сенен де күшті боламын. Отвечаю. Ты что, мен нереальный красавчик. Мнение жоқ, братан. Кстати, біз сол жаққа барамыз ба сол жаққа? 60-қа келіп, братан, 60-қа келіп, мынандай жастай көрінесің. Мен сосын айтам саған қандай не істеу керек екенін. Айтам, подожди. Біз сол жаққа вообще барамыз ба? Қайда? Ақтауға? Сол жекпе-жектерге? Барасың. Отдельный номер? Эйр Астана? Жоқ, сен кіммен жатасың? Скатпен барады. Сен... Подожди, давай. Серік Ноянмен бірге жатады деді ғой сен. Давай без Сериков номер. Отдельный номер істей алмайсың нарушение. Неужели Найза істей алмай? Риксиста? Ну, а почему бы нет? Я, әрине. Почему? И Эйр Астана. Ближак. Эйр Астана. Жоқ, саған скат деді ғой. Скат мен жібермейді ол işte. Ты что завязывай? Это нереальный вообще комедия болды ғой. Мұнан ұмытпаш. Бұны скатқа кіргізбейді ғой айтпақшы. Иә. Скат, по-моему, Шпайдақтауға. Только Флайерстанмен. Ярый нарушитель. О, Флайерстанмен. Ана отыраша түспейтін ба? Иә, сол. Битке тағалып тұратын. Стоячий. Тамақ бермейтін. Стоячий. Тамбуре десейші. Тамақ бермейтін. Я ойнай айтамын Сулы ағамызға. Вот сіздер жидер қатырасыңдар. Арамызда ардагерлердің жалғыз осы. Енді Сашка ағай бар, бұл сәл бұдан 2 жас үлкен. Одан кейін Сулы бар. Почти 60-қа келіп қалды. Все. Қолдау керек қой. Если надо, вот, я дұрыс айтып тұр. Отдельный номер. Риксасы. Эйр Астана. Арғарда? Арғарда. Так, да. Так что, мен айтып тұрмын. Сіздер пікірлеріңіз сонда... Не дай бог, Олжас жеңілсе, шашымды аламын, тақырбас боламын полностью. Прям сол жерде Ақтауда. Қарашы, Сулы. Отвечаю. Так, бұны жазып алыңыздар. Енді Құдай сақтасын, бірақ дегенмен, егер Олжас жеңілсе, Сулы айтады. Бұл да енді қаншама дегенде риск қой енді в любом случае. Сол жерде шашын мен, получается, өзім машинкамен алып беремін да, лезвиямен. Бірінші машинкамен аламын, сосын лезвиямен аламын. Главное, не порежь. Жоқ, кеспеймін. Sorry, Сони Свит деген қалай? Олжас Абзалиев өз алады шашыңызды. Сантос алсын. Или Сантос. Құдай сақтасын енді. Дегенмен бірақ сондай әңгіме айтылып қалды, бұл енді жазылып қалды. Осы бәрі жерде тарайтын шығар. Сен Олжастың қарсыласынан жаңағы Гамачтан қауіп көріп отырсың ғой да? Сен де көріп отырсың да? Әрине. Өте тәжірибелі жігіт. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Мен бұл жекпе-жекті кіммен Айболатпен ұйымдастырған біздер ғой. Айболатпен шыққан кезде Гамач 5 күн ба тренировка жасаған ғой. 5 күн ба 7 күн ба тренировка жасап шығып кеткен. Соның өзінде стойка деді, контроль мощный. Парты деді, оның профессионал екенін сол жерде байқадым да. Ал енді ойладым да, бұл бала 2 ай 3 ай дайындалып келетін болса, бұл қауіпті жауынгер деп ішіне ойладым да. Қазір бұл лагерь өтіп келатыр да. Бразилияда. Брат, сондайларға вообще сенбеш, пожалуйста, 5 күн неттін деп. Мынау профессионал жігіт, он постоянно тренироваться етеді. Мен соншама не еткен балым, не верю мен, сенбеймін мен. По-любому постоянно дайындалып атқан жігіт мынау. Да. Мынау. Олжас мынау. Постоянно дайындалатын жігіт. Ол ешқашанда тренировканы пропускать етпейді. Қалай не болса да, не істесе де, по-любому. Келесі жекпе-жек. Абу Нурбулат
вот это мынау вот именно осы жекпе-жек быт жекпе-жек болады. Өзім көргім келіп жатыр бұл жекпе. Бұл жекпе-жекте екеуі де рекордтар 7-те 1, біреуінікі 9-да 1, бірақ та бір қызығы екеуі де бүкіл жекпе-жегін найзада өткізген ғой. Бүкіл найзадан шыққан жоқ. Екеуі де бүкіл жекпе-жегін найзада өткізген. Мынау 8 болса Дастан, мынауың 10 Абу. Сонда екеуі де жоқ қызығын айтайын, екеуі де мына жеңіліс тапқан жекпе-жектері қырғыз жауынгерлерден. Біреу Сұлтан, біреу Айжігіт Еркебайұлы да. Айбек ағамыз келеді ме? Енді ол келмейді ғой жалпы. Как келмейді? Жақын жер ғой в принципе. Жоқ, мәселе жақын жерде емес, жалпы жарыстарға бармайды, ана үйінде анасы қолында ғой. Сосын көп шыға алмайды былай алысқа. Так, бұл жекпе-жек туралы ойларыңыз, пікірлеріңіз қандай? Білмеймін, даже екі мықты жігіт, өте тартысты жекпе-жек болады деп ойлаймын. Вот менің пайыздық пікірім айтады ғой, жаңа 50-де 50, 70-де 30. Менікі осы жерде осы жекпе-жекте менде 50-де 50. Абу деп ойлайсың ба? Да. Қалай жеңеді? комбинация, Решение. TKO. Абу Нурболат мысалы Сабит Жүсіповті неде панкратионнан құлатты, иә, қолдан. Значит, Онда қолмен болсын. нокаут. Иә. Ешінші раундта. Бірінші раундта Амангелді өте қауіпті жігіт. Екінші раундта так себе уже, так что либо екінші, либо үшінші раунд. Ақтауында, жағасында, қолы бір коктейль алып. Сен қалай ойлайсың, Дидар? Білмеймін, менің ойымша Дастан титулды қорғайды решениемен. Төрешілердің шешімімен. Иә, төрешілер шешімімен, иә. Сен? Менің ойымша 5 раундта жекпе-жек болады. Да? Иә, өйткені мен ештеңе айтқым келмей жүр, екеуімен де жақсы сөйлесемін ертеңгісін. Жоқ, енді мәселе жақсы сөйлескен емес қой, ой пікір ғой. Менде де жақсы сөйлесемін екеуімен де. Өте жақсы. Сіз алға ойлайсыз енді. Мен айттым ғой 50-де 50. Егер бастапқы мен қазір кімдердің бұл жерде бар ғой, екеуі де былай қарасаң бірдей жауынгер ғой. Неге десем, мен Дастанды да Абуды да білем. Екеуі де бірдей жауынгер, бірақ Абу кішкене ертелеу бастады. Біраз жекпе-жектер, мына егер ода 9-да 1 ма қазір, ол соның 4-5 жекпе-жегін баяғыда істеп тастаған ғой. Дастан оның бәрін бергіректе жинап алды. 2022-де басталды ғой Дастан. Дастан 22-де басталса, анау где-то 18-ден бастап төлеші ғой да, шамамен. Иә, кішкене ертерек бастады. Енді мына жерде мынандай тема. Дастан егер функционалдықсы дұрысталған болса, неге десең, мен соңғы соңғы корейспен төлескен кезде кішкене әйтеуір қуанып қалдым. Біраз өзгерістер болыпты. Бірақ оның алдында екі жекпе-жекте көрдім шаршаған. Әсіресе Сұлтанмен көрдім. Енді мына жекпе-жекте кішкене басқаша болады. Кстати, Алиасқармен төлесті, ол өте қанды, сондай жесткий жекпе-жек болды. Мына жерде тактикалық мәселесінде, бұл жерде қазір ауыртпашылық Эдуард пен Айбек ағай түсіп отыр ғой. Иә. Вот солардың қойылған тактикасы бойынша бәрі. Мен сол үшін сұрадым ғой, Айбек ағайымыз болады ма, жоқ па? Айбек ағай болса, Дастан по-любому жеңеді деп ойлаймын. Айбек ағай болса, сол жерде секундан сияқты. По-любому жеңеді. Айбек ағай болмаса, вот тут вот вопросы. Олар бетет еркін күш. Сен білсін деп айтайын. Бұлар короче жарысқа келеді. Одан бір бала телефонда Айбек ағаймен напрямую отырады екен эфирде. Айбек ағай эфирден қарап отырады да, анау телефонда былай құлағына ұстап отырып, бүткіл Айбек ағай айтып отқан нәрсені аналарға айтып отырады екен. Сонда оны көбінде Нұрбек Абдрахманов жасайды, жаңа телефонға отырып алады, или Бағдат Жұбаныш жасайды, сол телефонға отырып алады да, Айбек ағай айтады, ананы бүйтіп істе, былай істесін деп айт, былай жасасын деп айт деп. Енді көп болса бір 5 секунд не ғой? Білмеймін, мен бірнеше рет көрдім Айбек ағай именно секунд болғанда. Абсолютно Ақтөбеде көрдім, Астанада көрдім. Но Айбек ағай болған... Астанада қай жекпе-жекте? Жаконын. Иә. Сосын М1-де болды. М1-де болды. Но Айбек ағай секунд болғанда совершенно другой, басқа ММА болады. Видишь? Абсолютно басқа шамна жігіттер. Вот именно соның поддержкасы. Атырауда көрдім Дәурен Ермеков. Помнишь, неде GFC-де шыққанда? Тағы да бірнеше жігіттер шықты. Кстати, Айбек ағай болмаған сияқты. Как это болды?
Сариев шықты сол жерде, помнишь, кімдер ассоциациямен істегенде. Иә. Айтып тұрмын, мен бірнеше рет көрдім. И Айбек ағай болғанда это совершенно басқаша. Бәрі басқаша. Мына жігіттер вообще просто плюс 100 сразу, не бәріне. Иә, бұл жерде енді әрине бұл жекпе-жектің ең бірінші мен үшін қызығы бұл жерде еркін күш пен Дардимнің арасындағы тартыс қой. Былай қарасаң, неге десеңіздер, енді Айбек те Айбек дептім ғой. Жаңа Дастан да, Абу да бүгінгі таңда не Алибидің медиикісіне жете алмайды қазіргі таңда. И Бағдаттың да қатты былай асып баратқан болмаса да, бірақ Бағдаттан қатты аса алмайды бұлардың медиикісі. Кішкене жуастау балдар ғой, енді көп сөйлемейтін, бірақ дегенмен өзінің жекпе-жектермен жаңа аржанда командасы бар, танымалдығын арттырып жатыр да сол арқылы. И бұл жекпе-жек мен үшін сол ең біріншіден жаңа командалардың арасында тартыс деп есептеймін. Екіншіден действительно екі мықты жауынгер, екеуі шамамен рекордтары бірдей, таза нөлден бастап найзада бастады. Ары қарай мана кеше Дастан жазып жіберіпті ғой, бәрін октагонда айтам деп. Бірақ Дастан рисковать етеді, маған ұнайтыны. Кеше кіммен жекпе-жек болайын деп жатқанда, корейспен жекпе-жек болайын деп жатқанда Дастан ауырып қалды. 2 күн қалғанда ауырып қалды, қызу көтеріліп бүйтіп сөйтіп, содан ұшып келді. Одан салмағын қолмайды деген бір күдік болды. Сондай бір әңгіме қылды. Одан жаңа айқай шу, мен уже оған бір басқа ауысатын бір баланы тауып алып сөйтіп отырдым ғой ақыры. Жандарбек екеуміз. Одан жаңағы анау шықты. Жандарбек бір таяқ жеп алды. Одан кейін жаңа аналар шықты. Төбелесті. Сіз бағана айттыңыз ғой, тактикалық жағынан. Жоқ, жекпе-жекті бойға дейін сату керек деп, сөйлесу керек деп, разогрев жасау керек. Абу мен Дастанның арасында күтесіз бе бір мынандай нені? Вообще болмайды. Енді жоқ, жалпы оларда болып жатыр. Неге десең, маған кеше мен Асудың бойын қараған кезде маған Абу ұнатты сол кезде. Абу мен ойлаймын, ана кім бар ғой, Кошен Абуға қарай қайта сөйлеп жүр ғой. Абу қайдасын? Мен ойлаймын, ана Қазақстанда Абу Сабит құлап тастады ғой. Одан кейін сол Кошен мен Сабит екеуі бір команда ғой, төбетте. Содан бұл кішкене бір ашуланып кетті да, и Абуды шақырғысы келді. Түсіндің ба? Неге десең, Абу ешқайсысын шақырған жоқ олардың. Соңғы рет жекпе-жегің Өзбекстанда болды. Одан енді по факту айтқан кезде енді Абудың қарсыласы кішкене осалдау болды енді. Енді ол жерде ауысып кетті. Ауысып кетті. Кішкене мықты болған жоқ енді қарсыласы. Алып баратқандай. Абу тез мерзімнен бұрын жеңіп тастады. Бірақ сол кезде Абу бірдеме белбеу деп сөйледі, алдағы уақытта белбеу болса там анау-мынау деген әңгімені айтты. Ағай деп. Одан Қошен шықты да кеше. Қошенді жарақатпен шықты ғой Панкратион чемпионатынан кейін. Қабырғасын сындырып алған ба, или қозғалып кеткен ба қабырғасы. Одан кейін шығады да именно Абуға тиіседі. Неге Абуға тиіседі? Абу менің ойымша Сабитті жеңген үшін. Одан Абу кеше Асудың жекпе-жегінен кейін интервью беріп жатқан кезде Абу тұрады да, енді осылай жекпе-жек енді қалай болса да осылай болады деген сияқты сөйтіп айтып отыр ғой. Мен алуым керекпін, поезд алып көру керекпін команда. Негізінде мотивациясы мықты. Бірақ сол жерде айтып қалды. Осыдан кейін кіммен төбелескіңіз келеді дегенде, ана Кошен көп сөйлеп жатыр. Білмеймін не деп лапылдап жүрген деген сияқты. Соны егер мынаны қазір өтетін болсам, анаумен төбелесем деген сияқты, түсіндің ба? Ары қарай жекпе-жек негізінде енді прям алып баратқандай керемет емес, бірақ дегенмен жұмыстарын жасап жатыр. Бірақ соның өзінде айтып қойғым келеді оларға, Дастанға да, Абуға да сату керек жекпе-жектерін. По-любому. Былай, дұрыс айтып жатсың, Нұреке, дұрыс айтып жатсың, по-любому. Но қалай несенде де, мен ойымша прям осы жекпе-жек фантастика болады. Вот как раз таки осы жекпе-жекті бүкіл адамдар қарау үшін, оны сату керек бойға дейін, қызық болу үшін. Мысалы, сіз білесіз, қандай Дастан октагонда, қандай... Я сейчас уйду, если еще раз сіз скажешь мне. А что, неге дұрыс қой, сен немеремен құрдас бауырым ала. Нешедесің сен? 32. Сен 62 десің, братан. Почти 30 жас үлкен, кіші ма қалай? Для широкой публики дейді ғой, оны бүкіл адам көру үшін, оны қызықтыру керек. Дұрыс айтады. Бұл жекпе-жек енді сөзсіз, бұл жекпе-жекті бәріміз де күтіп отыр. Просто быччек. Бірақ енді ана орысша айтқанда и к печали, и к радости бұл картта
3 титулдық жекпе-жек тұрды. 3 титулдық жекпе-жек көп та бір картқа. Бірақ дегенмен енді біраз жауынгерлерге уәде беріп қойдық, сол үшін қойып жатырық. Ақтау үшін подарка. Иә, Ақтауға енді көптен келмегесін жерде Ақтау үшін да бір үлкен бір сыйлық болсын деп. Мана бірінші Олжас Абзалиевті Гамачпен айттық, екінші Дастан Амангелдиевпен қай-қайсы да керемет жекпе-жек көргіміз келеді. Үшінші жекпе-жек ол Диас Еренгаевпен Болат Заманбековтың арасында. Болат Заманбеков, мен енді бір қызығын айта кетейін, жалпы қалай әңгіме болды. Осыдан бір жарты жыл бұрын ба, 4 ай бұрын ба, мен осы жерде отырамын подкастта, Болат Заманбековпен Абуда әңгіме қыламын ғой. Менің ойымша бұл жігіттер титулға төбелесуге толықтай лайықты деп. Қазіргі таңда екеуі де желеп пісіп қалды. Болат Заманбеков 4-1 ма? 7-1 ғой. Уже 7-1. 7-1. Соңғы жекпе-жегін Кореяда өткіз. Оған дейін біреуін Алашпырайтта өткіз. Қалған сонда 5-1 жекпе-жегін бізде өткіз. Кімнен ұтылып қалды? Альберт Ахмаевтан ұтылып қалды. Альберт Ахмаевтан ұтылып қалғаннан кейін мен бұл жауынгерге былай қарадым да, мынау что-то тартам екен, ары қарай тартпай. Одан кейін бірақ біразын жеңіп алды да, уверенность пайда болды. Ненің үстіне шығып алып, клеткінің үстіне, Найзат, маған титул керек, бірдеме деп. О да бір тойда қуған тойда қуатын жігіттер сияқты болды. Бірақ дегенмен шынымен Болат Зайсанский тигр ол шынымен лайықты деп ойлаймын. Сол кезде сөйтіп әңгіме айтамын ғой ішінде. Уже денесінен де, көз қарасынан да, жаттығуынан да қарап отырмын да, бұл залда қонып жатыр қазір. Мен бүгін таңертең 8-де жаттығу ордым Дартимге. Ана апта барған жоқпын да, Ақтауда болдым, оның апта 1 апта бойы бар жүрдім. Сол кезде күнде ұйқыдан оятатын олар, жаңа кім даже 2 титулға төбелесетін жауынгер, Абумен болады. Бірге жатыр, бір комнатта. Екеуін бар оятып кеткен. Мәселе жаңағы Дартим немесе анау маған жақын емес. Сол залға барып жаттығу жасаймын, өзім жайлап контент түсіріп аламын, оятам, настройларына қараймын. Мен үшін қызық, маған керемет. Егер Ақтөбеде жүретін болсам, еркін күште жасар едім деген сияқты. Это к чему говорю, чтоб ертең қазір мынау Дартимге болысып жатыр деп айтпасын деп жатқам ғой. Айта берсін. Жоқ, жақсы. Енді келесі жекпе-жек жаңа Болат Заманбеков пен Диас Еренгаевтың арасында. Диас Еренгаев бүгінгі таңда Найзаның ростерінде бар жауынгерлердің арасында ең Fight Matrix бойынша ең жоғары рейтингте тұрған жігіттер. 26 орында тұр. Оның алдында 60 орында болды. Ана япондық жауынгермен ол япондық жауынгер 27 болып тұрған жерінен япондық жауынгерді кәдімгідей дискласс жасайды ғой. 5 раунд бойы авиалиния анау бәрін ұрады да, соның рейтингіне тұрып алады 27-ге, қазір 26-ға тұрып алды. Одан кейін жапондар келгісі келмей қалды. Былай қарасаң, шынымен де енді әлемдегі анау японец недегі әлемде 27 орында алып тұрды. Мына жерде Диасшыр ешкім танымайтын. Келеді әртүш дейді да 60 орынға мынандай тастады, өзі 27 орынға кіріп кетті. Енді Болат Заманбеков нешінші орында тұр? Ол айтпай қойынға бір қарап 400 ба 300 орында тұр. Қазір Болат үшін кәдімгідей жесткий мүмкіндік қой. Мүмкіндік прикинь. Хочешь о себе заявить, да? Өзің туралы айтқың келе ма? Диасты ұтсаң 27 орынға ілінесің. Ай, Диасты. Жоқ, мен осы жерде осы жекпе-жекте мен мана 50-50 дедім ғой. Олжас Абзалиевпен ол жерде енді жақсы 55-те 45 Абзалиевтің несінде. Бұл жекпе-жекте енді әрине 55-те 45 Диастың несіне, потому что Диасты біз білеміз. Қалай схваткілерін қалай өткізетін, тәжірибесі қандай екен, мықты екен білеміз. Бірақ дегенмен бұл практикада ММА өзін біраз дәлелдеді. Кеше Фаниль Рафиков ұтылады, ойбай, ешкім. Осы жерде менен басқа ешкім айтпаған сияқты, Фаниль ұтады деген, да? Да? Мен айттым. Конкретно мен айттым. Жоқ, көбінде жансын. Сен емес қой спорласқан миллион теңге. Спорласпадыңдар ма миллион теңге? Ол жоқпыз ғой біз осы подкастта. Білген жоқсың. Ол харам ғой ол. Енді дегенмен сондай жекпе-жектер болады, біреуге сенбей тұрады да, бірақ анау жеңіп кетеді деген сияқты. Соңғы жекпе-жегін көрдіңіз аға, мысалы Болаттың Кореяда, сол кезде ол өзінің барлық арсеналын бір әдемі көрсетті, аяқпен тепті, ұрды, қадады, көп нәрсе көрсетті. Болат дайын, ана жерде қауіпті жекпе-жек болатынына күмәнім жоқ. Жақсы жекпе-жек, сен өзің ойынша. Диас. По-любому. Болат мен түсінігім бойынша вообще манаға нені историяны айтып кетейінші. Содан мен мына жерде интервью беріп жатқанда екеуі туралы айтамын ғой. Осылай бейтті сөйтті, титулға төбелеседі, деймін да. Сосын ары қарай кіріп кетемін. Одан жаңа түс қайта ма, ровно сол күні түс қайта жаңалық шығады Дартимда.
Дартимде жаңалық шығады. Болат пен кім? Абу екеуі америкалық Титан деген ба? LFI деген промоушнмен контрактқа отырған. Сосын мен ешкім мынаны шақырып сен білесің бе десем, жоқ білмеймін дейді. Мен білмеймін. Сосын айтты, жақсы, онда екеуін рейтингтен алып тастасаңдар да и контракттарын беріп жіберіңдер. Сіздерді контракттан босаттық. Енді Америкаға бару керек қой. Одан біраздан кейін телефон соғады. Ойбай ағай, біз әлі кеткен жоқпыз ғой. Анау мен сіздер енді кетпестен бұрын бір сұрамайсыздар ма? Вообще бола ма бізге контрактқа қол қоюға, болмай ма? Одан ма айтады, біреу бізге айтты, там сөйтіп айтты, бізге сөйтіп жасау керек. Мен өзім сөйлесем, басшылар ғой енді өздерінше. Содан Болат мен танымаймын ғой бұрыннан, бірақ енді Абу деген өзінің қолымызда өскен бала ғой, былай қарасаң. Ақтоуда бірінші жаттығуларын бізден бастады ММА-дан. Абиловтың несі ғой, Абилов, мен ол кезде мен өзім тренер болып жүрдім ол кезде. 2014-2015 жылы. Содан Абуға ұрсам ғой, сен қалай, мен сен түсінбеймін вообще. Жақсы, енді юридический мен сен ешіне сұрап тұрған жоқпын, бірақ енді бір кішкене айтып кету деген болады ғой, сен ешкім ұстап тұрған ешнесі жоқ қой. Жібереді барғың келсе, бірақ енді біздің жоспарымыз бар, анау ойбай ағай там былай айтты маған, былай айтты, соны бас айналып кеткен ғой. Сондай сәттер көп болады. Мына жауынгерлерге бір алтын сырға болсын деп жатқанмын ғой құлақтарына. Неге десең, асығады да көбі. Бәрі ойлайды, қазір бізде там бәрін бітіріп береді, анау. Даже кейбір кезде жауынгерлерді біздер мына жерде жұмыстанамыз ғой енді, айналдыруға, жұлдыз қылуға, одан келеді бір менеджер пайда болады, ешкімге айтпай, ешкімге курсқа қоймай. Осы күнге дейін менеджер болған жоқ, 9 жекпе-жек жасағаннан кейін менеджер пайда болды. Одан менеджері маған айтады, қалай ол өмір сүреді, короче. Мен айтамын, сен сол үшін қазір Құдай қаласа өзіміз менеджмент ашып, өзіміз жауынгерлерді өзімізге қолға алу керек. Болат 345 деген ағай. 345-ші Болат міне. Оның салмағы қандай вообще? Кореяда 61-де шықты да? Ол жерде 61 файниге шықты. Бұл жерде опять 57-ге. Мана айтқым келіп жатқаным Сула, жауынгерлерге бір кішкене миларына жету керек та, бұл бастарына жету керек. Жетпейді, братан, ол жетпейді по-любому. Жететін адамдарға жетеді. Кішкене орысша айтқанда мана тектілікті жоғалтпау керек та. Тектілікті жоғалтпау керек. Әрбір нәрсеге жылтыраққа жылбырай бермей, былай қашпау керек. Нақты бір неме бар ма, келіп айт. Осылай бізде мындай болып жатыр. Мен анда барғым келеді деп. Давай бар. Кезінде көп жауынгерлер сөйтіп кеткен, қайтып келгендер де бар ішінде арасында. Былай қарасаң. Бірақ бір айтып кетшеш құрсын. Братан, не удивляйся, ол человеческая сущность дейді ғой, дәл сол, брат. Қайтып соғатын есігіңді қатты жаппа шеш дейді ғой, қазақта сөз бар ғой, сол сияқты. Содан екеуі біраз жүреді, сонымен айтамын, жоқ, алып тастаңдар деймін да. Рейтингтен алып тастаңдар, контракттан алып тастаңдар, бассын енді баратын жерлеріне. Содан екеуі одан Сабитті кім ұтып алады ғой, мана. Енді Сабитті бауырымыз ғой, былай қарасаң, Сабитті Русып. Бірақ Сабит куда ни ходи, в любом случае Fight Night'ың чемпионы. Fight Night'ың чемпионын жеңіп алдық, былай қарасаң. Мана енді әуесқой да ғой, кішкене басқаша. Бірақ дегенмен жеңіс пайда болды, одан бәрі жерге ат шықты, одан келді ағай, ойбай там бүйттім, сөйттім. Давай. Болат Заманбектің енді өзінің бір әлі бітпеген шаруасы бар. Неге десең, бір жерде айқайлады, Найза, белбеуді беріңдер деп. Міне белбеу келді. 90 айында. Дәлелдендір. Бірақ маған ұнап тұрғаны бұл жерде екеуі де бас тартқан жоқ жекпе-жектен. Төбелесесіңдер ма дегенде Жандарбекке айттым, сұрашы. Жандарбек 2 бала тауып берді, анаған да мынаған да, шетелдік балдар да. Ешкім танымайды оларды. Арасында конфликт жоқ. Командаларын ешкім танымайды. Подписчиктері өте аз. Бұндай жекпе-жектің барыне жоғыне ешкімге қызық емес та. Ал енді мына жерде екі команданың арасында іште Дартим мен Еркін күштің арасында екі жекпе-жекте сондай болып отыр. Диас, короче, походу Еркін күшпен шығады да, получается. Өз жақта дайындалға да. Оның өз тобы бар ғой да, по-моему, командасы. Диас тим ба? Еренгаипов тим деген. Еренгаипов тим ба, білден сондай. Жас балалар дайындалады ол жерде. Содан жауынгерлерге айтқым келеді, су ішкен жерлеріңе түкірмеңдер жігіттер. Бесполезно айтуға нүреке. Қайтып соғатын есіктеріңді, ашатын есіктеріңді қатты жаппаңдар. Қазақта қырғын сөз бар сол туралы, кішкене бір өздеріңді. Ең басты бар ғой, манағы емес, расчетта емес, мәселе тектілікте де, соны ұмытпау керек. Текті болып қалу керек, қалай болғанда да. Мен айта кетсем бол ма? Осы жазда 2 той болады. Біреу және Болаттың тойы, осы жекпе-жектен кейін. Сосын ала қаласа келесі жекпе-жектің жауынгері ол Тимур Серікұлы.
екеуі Ода үйленейін деп Иә, ол жатыр. Кстати, екеуі де шығыс- Тимур Серікұлы мейн картта тұр. Мына 3 титул басталмастан бұрын Тимур Серікұлы төбелеседі. Біраз келіспей жекпе-жегіне жауынгерден қорқытты ма, сондай бірдеңе болды ма? жоқ енді ол жерде ауысты, біз жауынгер. семейден біріншіден қауыстырдық. Ойнап айтамын, иә. Ойнап айтамын, бірақ мына соңғы қарсыласы осал қарсыласы емес екен белгілі, да? Бұл жауынгер жаңағы Қытайда төрлескен 3 спорттан КМС. Подождите, что-то біз так резко Тимурға Болды, Диасты бітіріп тастадық қой. Так, сен кім ұтады деп ойлайсың, Диас? Мен айттым ғой, 45-те 50. Сіз Диас ұтады. сіз Жоқ, ұтады деп айтпаймын, бірақ больше мына жерде статистика Диастың жағында. Даже тәжірибе, енді рейтингтің өзін ал 27 мен 337. Екеуінің арасында почти 300 адам бар. Былай қарасаң. Бұл манағы сен айттың ғой, кімге Алескеровке жақсы мүмкіндік берді деп Дановайт. Бұл дәл солай ма? Дәл солай қазіргі таңда Диасқа үлкен мүмкіндік. Не то что титулды алу. Болатқа. Не то что титулды алу, немесе алмау, жаңа біреуге көрініп қалу, көрінбей. Сен өзінің жағдайыңды дұрыстап аласың осыдан кейін. Осыдан кейін саған бүткіл промоушндар басқаша қарайды. Егер мен ал жеңілсе көп жоғалтпайды. Иә, мен ойымша бұл жерде жауапкершілік үлкен Диаста. Ол болады ше, айтады ғой, иә, ұтылсам жақсы бұйырғанын көреміз, Кореядан бар чемпион болып қайтамын деген секілді. Ал бұл жерде Диас енді бір жоқ, енді әрине жоқ. Диастың бұл жерде, Болаттың бұл жерде жауапкершілігі бар. Қандай? Көп сөйлеп қойды. Бұлай шынымен айтқанда, енді сөйлеме демеймін, сөйледі ғой. Айтып қалды жаңа, маған титул қайда, анау қайда, мына сөйлеп қалдым, міне келді ғой, жаса. Ол тек қана мана восприятие дейді ғой орысша айтқанда. Ол тек қана өзіне. Мына көбі жауынгерлер бізде фанилде де бұл сондай ситуация болды. Айтып қалды да, жасаған кезде ұтылып қалады. Болды ғой ана не хардкорға ма бір жерге барып ұтылып қалды. Одан өзі соған түйіліп қалады да, ойбай жабылып қалады да, мына шторкасын жауып тастайды. На самом деле сені ешкім жамандап отқан жоқ қой. На самом деле сені ешкім ойбай сен мешоксың деп отқан жоқ. Тұрда жаттығу жасаса да келесі жекпе-жекте дәлелде. И ол дәл солай жасады Фаниль, да? Допустим, отылып келді да, екі жекпе-жегінен ұтылып қалды. Лимбергмен шықты да, айырып тастады, дұрыс па? Солай ма? Иә. Кәдімгідей G-класс қой, енді мықты жауынгерді, AC-де төбелескен жауынгерге вообще ойнап қылсады, сальто айналды, бүйтіп. Одан жүрді, ойбай, бәрі Фанильді ана ұтылып, маған Камильдің өзі телефон соқты, Нұреке, мен мына жауынгер туралы, Фаниль туралы пробивать еттім, мына жерде біраз жауынгерлерден ұтылып қалыпты ғой дейді. Что-то вообще біз қате емес па қойып жатқанымыз. Мен айттым, Камиль, қорықпа. Бұл өзінікін жасайды. Мен егер бұл психология тұрғыда жақсы келетін болса, бұл жақсы шығады. Сөйтіп шықты да, случайно бүткіл жаман көріп жүрген жанкүйерлердің бәрін өзіне қарай бұрып алды. Фаниль умеет это делать, уже не в первый раз. Ана кезінде Қанөкпен төбелескеніңізде сондай сөйтіп жасады. Өзіне қарай қаратып алды да, бүткіл ананың жанкүйерлерін өздеріне қарай бұрып алады. И бұл жерде де болады да дәл солай. Қалай психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда, тағы да басқа дәл сондай күрес. Енді әрине анау хитрлау ғой Диас. Диас бүгінгі таңда профессор ғой енді, октагонның профессоры. Каждый сантиметрінде қалай не істеу керек екенін біледі да. Ол соның егер өте алса, Рубиконды жеңеді міндетті түрде. Құлағың сынып қалған ба? Қашан? Мына жер ісіп тұрған сияқты болып тұр да. Жақсы, енді келесі жекпе-жек айта берейін ба? Тимур Серікұлы. Қарсыласы кім? Адип деген есім, Назришоев деген жігіт. Бірде деп тұр, оның алдында 3-4 жекпе-жегін көрдім неден. Қытайда Қытайдан төбелескенде қоспаған өздері енді. Бірақ по факту где-то бір 5-6 жекпе-жек. Иә, 5-те бар. Жасы нешеде? ММА ма? Иә, жасы 26-да. Салмағы 66, бойы ұзындау, бірде Серікұлы 23 да, по-моему, или? 2001 жылы қателеспесем 23-те толу керек. Тимур Серікұлы жап-жас екен ғой, жақсы мүмкіндік бар ода негізінде. Енді Тимур Серікұлы егер басында манағы тактикалық жағынан Эдуардтар егер оған айталған болатын болса, егер сол түсінген болатын болса, онда Тимур енді жарқын жауынгер ғой, өте әдемі, сондай жақсы төбелесетін жауынгерлердің бірі. Жеңсе де, жеңілсе де әйтеуір әдемі болып жатады жекпе-жектер. Бұл жекпе-жек 70-ке болады ағай, білесіз ғой, тағы да. Алдыңғы жол 70-ке төбелесті ғой олар кіммен бірге? Болачевпен бірге. Сол кезде физикалық тұрғыда қатты шаршап қалған. Ал енді 70-тің баласы ма? Бұл балада 60-ның баласы, бірақ 70-ке төбелеседі екеуі де. А почему, неге? Енді салмақтары келмей тұр да, өздері анауда. Алдында ана костюм алып қойған ғой, соны жаңа қатты болып тастаса үлкен болып кетеді. Мынау кім? Тимур негізі кейбоксер және боксер.
ал оның қарсыласы самбо мен панкратионнан келген, жаңағы грэплингтан да КМС бар. Негізгі мен ютубтан ба жекпе-жектерін қарадым, сосын инстаграмнан қарадым, әрқашан дайындықта жүрген екен да. Сонда 66-ға кім келіспей жатыр? Ол өзі Тимурдың өзі 70-ке шығамын деді. Сосын барып, одан кейін промежуточный салмақта бұл жігіт шығып тұр, Адипті 66-дан. Мен шығам төбелесем. 66-ға уже негізі. Қазіргі уақытта мен вообще қиын деп ойлаймын. Гран-прида бұрын 62-де төреші ғой? 66-та төреші ағай. Да. 66-та төреші. Иә, Аханов көшенімен 66-та төрешті. Кейіннен кейін Аханов көшенен кейін кіммен төрешеді ол жігіт? Кіммен төрешті? Оралда бір татар жігітті ұтып алды 66-ға. Оралда? Иә, Орал FC-мен болған турнирде. Одан кейін барып қайттан Хабиб Булачевпен 70-ке шықты да, ол кезде ұтылып қалды, енді қазір тағы да 70-ке. Ол кезде 66-ға төрешті да? Оралмен төрешкен 66-ға таза жасады ма? Солай, ол негізі таза жасап жүрген жігіт қой. Ол кезде бұрын арық болды. Қазір көрдіңіз қолдары бәрі ауыр. Алдында айтқан кезде маған айтқан, мына Булачевтың алдындағы жігіт Хабиб бар ғой. Сол жекпе-жектің алдында Тимур айтқан, Азиз болды ол кезде. Сол кезде маған айтты, бұл жігіт 70-ке төбелеседі енді деп. Сосын мен тұрдым ба, 70-ке төбелесе ма? И Фаниль екеуінің спаррингтерін көріп жүрдім да. В принципе, жаман емес. Фанильді кішкене енді андай ғой, добряк қой тоже. Бірақ екеу, мен сол кезде как раз сондай қарқынды спаррингке барып жүрген кездерім ғой, таңында болатын спаррингтер ғой. Сонда бүйтіп қараймын да, Тимур андай күліп тұрып кәдімгідей жақсы соққыларды беріп сөйтіп төреші жүрді. Фанильді, басқаларды кішкене андай өткізіп алып жүрді кімнен, Тимурдан. Сосын ойладым, мүмкін 70-ке, мүмкін баратын шығар деп. Бірақ кеше Булачевтың жекпе-жегінде көрдім. Бұл не то что 70-ке, бұл 66-ға болсын, 70-ке болсын, бұл баланың әлі несі, басында тактикасы жоқ та. Сол енді сол тактиканы өзгертетін болса, мана геймплан дейді ғой. Геймплан жоқ та. Бұл шығады, или өлем, или өлтірем деген сияқты. Кім сияқты біздің анау? Рустем Құдайберген сияқты. Ол да сондай ғой. Бірақ осындай жауынгерлер тарихта қалады да, есте қалады. Менің ойымша. Тағы да картта бір қызықты, бірақ елге танымал емес жас бар екен. Жас жауынгерлер арасында әлем чемпиондарын байқадым да. Иә, бұл жерден жаңағы екі әлем чемпионы бар. Прелимнан. Бұл Бежан Ходжалиев деген Тәжікстан елінің азаматы. Қазіргі уақытта Грозный қаласында жаттығу жасайды. Тамерлан Сарлаевтың жеке тренерінің қол астында. Бұл жігіт жастар арасында 53 кг салмақтағы әлем чемпионы Аймавтан. Содан кейін екіншісі Сайран Сағындықов деген жігіт жекпе-жектен гаммадан қалай айтады, многократный деген қалай айтады орысша, қазақша. Солай болады. Айта бер. 2 дүркін, 3 дүркін. Иә, әлем чемпионы. Мына 2 әлем чемпионы және де 1 Азия чемпионы бар. Ол Сағындықов жаңағы бізде әлем чемпионы болатын болса, оған қарсы Ушусандадан Азия чемпионы Даужанов деген Қарақалпақстан елінің жауынгері төбелесетін болады. Өзбекстанның чемпионы, Азия чемпионы. Ал қалғандарын барлықтарын тікелей айтатын болсақ, әрбірде Қазақстанда бірлет болсын, ММА-дан жекпе-жектен алған жауынгерлер. Ақтаудың балалары мына Қажымұратов Мирас, иә? Иә, Қажымұратов Мирас бар, Жейдібаев бар, алдында гран-прида төбелескен. Иә, сосын Тлепов деген бар, Ерасыл ме еді, атым қалыптым, Тлепов, Қасқыр дейді. Тлеповты көрдім мен. 66-ға да? Иә. Жақсы бала. 61-ге ағай. 61-ге шығып отыр ма? Иә, 61-ге шығып отыр бұл жерде. Бұның қарсыласы Азербайжандық жігіт, иә. Бұл Азербайжандық жақсы жігіт, өте қызықты бұл жерде. Диастың 15-3 рейтингі. Рекорды. Не айтасың, Сула? Не айта аламын енді мен? Бәрі жақсы. Молодецсіңдер, красавчиксіңдер жігіттер. Бәрін дұрыс істеп жатсыңдар. Бата бер жеріне келесі жақсы. Ал жігіттер енді бала-шаға аман болсын. Не күлесіңдер? Қазақтың дәстүрі. Жасым келді, по-любому. 60-тан асқан жігіттерге бата бергіземіз. Өмірлерін ұзақ болсын. Найза тұжырым үлкейе берсін. Әлем бойынша ең бірінші тұжырым болсын. Аумин. Аллаху акбар. Солай, осымен біздер аяқтадық. Біраз нәрсені талқылап, мына қасымызда керемет сарапшылармен, осы ММА саласындағы білгіштермен деп айтсам қателеспеймін. Біраз нәрселерді талқылап, UFC туралы айттық, одан жаңа найза туралы айттық.
бір жекпе-жек туралы айтқан жоқпыз, ол бірақ 62-де емес 63-те өтеді, жазылымда болады, бірақ артынан бір 10 күннен кейін көрсетеді, ол туралы да әңгімелесерміз. Донченко мен Қаныбек екеуі титулға таласатын болады. Сол жауынгерлердің арасынан кім шығады, ары қарай уже Фаниль бар, Магомед Кабардиев бар, тағы да басқа жауынгерлермен кездесуге тырысады. Біздермен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер осы видеоны көріп, бірақ жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып қойыңыздар, және де өз пікірлеріңізді лайкты басып қойыңыздар. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Сау болыңыз.